1941-1945 жылдары екінші дүниежүзілік соғысқа 1 миллион 200-нан аса қазақстандық Майдан даласына аттанды. Оның 100 мыңнан астамы жерлестеріміз, жартысынан жуығы соғыс даласынан оралмады. Облыстың 52 тұрғыны Кеңес одағының батыры атанса, 12-сі даңқ орденінің кавалері. Биыл ұлы жеңістің 79 жылдығын Абай облысында 5 ардагер және 2000-нан астам тыл еңбеккері қарсалады. Елімізді азат еткен, жерімізді жанқиярлықпен қорғап, келешек ұрпаққа бейбіт күн сыйлаған батыр бабаларымыздың ерлігі еш уақытта ұмытылмайды. Отан үшін кеудесін отқа тосқан жерлесіміздің бірі Нығмет Әбдікәрімұлы. Майданға 1942 жылдың желтоқсан айында аттанған. Ол кезде жасы небәрі 17 жаста еді. Нығмет Әбдікәрімұлы 1943 жылы 286 запастағы атқыштар дивизиясы 994 полктың құрамында болып снайпер ретінде қабылданады. Ол адамзат тарихындағы ең бір сұрапыл Мәскеу түбіндегі шайқасқа қатысып, Вязьма, Калининград қалаларын неміс басқыншыларынан азат етуге қатысқан. Германияның Кёнигсберг қаласына дейін жетіп, ұрыс даласының бел ортасында жүрген, сондай-ақ Ленинград қаласында қорғауға атсалысқан. 1942 жылы қараша айында соғысқа шақырту алады. Семей қаласынан Красноярск, Иркутск бағытына жол тартады. Содан бұл кісілерді мына қазіргі енді Монғолия мен Ресейдің шекарасы, Иркутск облысы, Саха ол жерде орналасқан. Сол жерде мына Улан-Удэ деген қала бар ғой. Сол қалада Забайкалье жаяу әскерлер училищесінде оқуға қабылданады. Нығмет Әбдікәрімұлы соғыс қасіретін көп көрді. Бозбалалық шағын қан құйды майданда өткізіп, сол бір сұрапыл күндерді ұмытқан емес дейді жақындары. Совет халқының интернационалдық бірлігінің өшпес ерліктерінің куәсі болды. Нығмет Әбдікәрімұлы 1945 жылдың сәуір айында аса ауыр жарақат алып елге оралады. Қызыл жұлдыз орденімен, ерлігі үшін медалімен марапатталған. Дос екеуі бірінші соғыс алаңына түсе тұра, жаудың бетін қайтару төңірегінде бір жаудың жаңағы пулемет дзотын кері қайтарамыз деп, оның үнін өшіреміз деген бағытпен соғыстың алаңында ұрысқа түседі. Сол ұрыста жаңағы бір лапылдап от беріп жатқан пулеметтің көзін жойып, сол жерде белгілі бір өздерінің қатарлас азаматтарын жанын сақтап қалып, содан сол ұрыстың қорытындысымен атамыз мына қызыл жұлдыз орденімен марапатталады. Нығмет Әбдікәрімұлы 1924 жылы 10 мамырда Семей губерниясы Қарқаралы уезі Дегелең болысына қарасты 10 ауылда дүниеге келген. Ата қонысы Ақбұлақ ауылының Үкіжан қыстағы. Бастауыш сыныпты 6 шақырым жердегі Ақшоқы қыстағына барып оқыды. Мектепті тек 8 сыныппен ғана тәмамдады. Қиыншылықты көп көрді. Содан болар ертесейді дейді ұрпақтары. Балалық шақтың дәм тұзын, балалық шақтың рахатын көрмеген адам. Оған әрине тарих беттеріндегі ашаршылық жылдары куә. Баршамызға белгілі қазақ халқы 3 рет аштықты бастан кешірді, айналдырған бір 30-40 жылдың ішінде. Енді туған жылына қарапта 24 жылы туған атамыз 25-26 жылдары, сол 22 жылдың аштығының салқын әлі басылмаған уақытта дүниеге келді. Атамыздың отбасында әкесі мен шешесі 6 баланы дүниеге келгенімен, оның 5 баласы осы ашаршылдық жылдарында дүниеден өтеді. Атам өзі жалғыз отбасында, жалғыз бала болып өседі. Әкесінің қиын қыстау уақытта әкесінің қолғабыс болуына, жастайынан кірісуіне қажет болды. Өйткені жай үйдің жалғыз асыраушысы әкесі болғандықтан анасына қолғабыс ету ол атамның мойнындағы жұмыс болды. Нығмет Әбдікәрімұлы сұрапыл соғыстан елге оралған сәттен бірден жұмыс қарласады. Ауыр жарақатына қарамастан колхозда есепші болып қызмет атқарады. 1948 жылдың қысында Бәтима Әлімбековамен танысып, 24 жасында шаңырақ көтереді. Қаратұмсық деген жерде шешем жұмыс істеді, қой күзетті. Сол кісіге көмекші болып, мен сол кісінің қасында болып жүрдім дағы. Сонан шом жегендерді не бар еді, кеңсе бар еді, соған үшкетші ретінде мен жұмысқа қойды. Сонан сол атпенен сол жерге барып жұмыс істеп, сонымен сөйтіп жүргенде 1948 жылы
февральдың 8 күні ақсақалым менен сөз байласып екеуміз қол ұстасып семья құрдық. Сол семья құрғанда жолдасымда кейде шаруа, менде кейде шаруа, бір бөлмелі үйде тұрдық қара тұрдық деген жерде. Нығмет Әбдікәрімұлы Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагері. Атамыздың дүниеден өткеніне 11 жыл болды. Биыл тірі болатын болса 100 жасқа толар еді. Дүниеден өтсе де артынан баға жетпес естеліктер қалды. Дәл қазір көріп тұрғандарыңыздай мұнда атамыздың естелік суреттері және де марапатталған медальдары, сондай-ақ архивтен алынған құжаттары сақталған. Осы туралы толығырақ дәл қазір атамыздың ортаншы қызы Жанат Нығметқызы тоқталып өтеді. Жанат апай, енді рұқсат болса атамыздың естеліктерінен сыр шертсеңіз. Мен әкемді мақтан тұтам. Себебі әкеміз Ұлы Отан соғысына қатысты. Енді соған қарамастан Ұлы Отан соғысына қатысып, жараланып келіп, бейбіт күнде қызмет жасады. Негізгі алған білімі, 8 класстық қана білім, сол кездегі алған аттестаты. Сол кезде алған мақтау қағазы. Майдангер Нығмет Әбдікәрімұлының жасаған ерліктері ешқашан ұмытылмайды. Кеудесіне тағылған әр медаль ұрпақтарына күш береді, рух береді. Балаларының бүгінгі қасиетті парызы осы күнге жеткізген ардагерлерге тағзым етіп құрмет көрсету дейді қызы Жанат Нығметқызы. Соғыста алған қызыл жұлдыз, оның кейін Ұлы Отан соғысының ардагеріне берілген. Мынау кішірек медалі, мынау осы, ал қалғандары медальдардың барлығы осы мерекелік медальдар. Әр жыл сайын 60 жылдық, 65 жылдық, 70 жылдығында көріп кетті ол кісі. Осы бертінде, осы 2 жыл көлемінде деймін, архивтен осы соғысқа қатысқан адамдардың, сосын белгісіз кеткен адамдардың осылай интернет арқылы архивтен табылған құжаттар. Мына жерде мені папамыз младший сержант Әбдікәрімов Нығмет. Мына жерде Әбдікәрімов Нығмет туған жері, служить еткені Абыралы, Семей облысы. Сон қай жерге барғаны жазылған құжатта. Нығмет атамыздан қалған жылы естеліктерін балаларымен жары сағына еске алады. Атаң сол жаман адам болған жоқ, елге сыйлы, қадірлі, бала шағасын сол елдің арқасында, кедей болса да, сол жолдас жораның жақсылығыменен жақсы өмір сүріп, жақсы тәрбиелеп өсірді. Тәуба Құдай, қазіргі бар алтауы да әр жерде жұмыс істейді. Пенсияға шыққандары бар. Нығмет ата қиын күндерді басынан өткөрсе де балаларына көрсетпеді. Бәтима апамызбен 8 баланы дүниеге әкеліп, елден кем қылмай өсірді. Ол қыздарының жоғары оқу орындарына білім алулар үшін барын салды. Қызық қуаныштарында да ақыл айтып сөз бастап жол көрсететін. 8 баланың 7-еуі жоғарғы білім маманы болды. 2-еуі дәрігер, 3-еуі мұғалім, 1-еуі журналист, әртүрлі мамандықта. Енді сол жаңағы дәрігер болған бір бауырымыз ұлттық қауіпсіздік комитетте істеді Алматыда. Әлі де қызмет жасайды. Одан кейін енді осы балаларынан тараған немерелеріне де өте көңіл бөлді. Сол ағамның 2 немересін өзі оқуға осында түсіріп, біреуі военный, біреуі ветеринарныйды бітірді. Екеуі де Астанада қызмет жасап жатыр. Еңбекке ерте араласқан Нығмет Әбдікәрімұлы 1965 жылы Қайнар сауда бірлестігінің бастығы болып тағайындалады. Қайнар кеңшары кәсіподақ комитетінде де төрағалық етті. Қоғамдық жұмыстарды да қатар алып жүрді. Ауылдың мәдениеті мен өнерінің дамуына зор үлесін қосты. Оның қызметтегі табандылығы мен алғырлығын әріптестері күні бүгінге дейін ұмытпайды. Қоғамдық жұмыс істегенде жанын беретін азамат болды. Енді оны ауызбен айтып жеткізу өте қиын. Сол халық үшін еңбек етіп, сол театрды бірінші күннен бастап, соңғы күніне дейін сол театрды алға бастырып, мына халықты ұйымдастырып, үлкен еңбек жасаған адам. Енді ол кісі өзі оқымағандығы болса да, мына мәдениет саласының өзіне сондай керемет
оқу бітірген үлкен режиссерлер сияқты қызмет жасады. Осы Қайнардың шофер механизаторлары, мектеп мұғалімдері, ауылдың мұғалімдері, медицина саласының азаматтары, енді алақандай ауыл болғаннан кейін осы ауылда қандай өнерге жақындығы бар азаматтардың бәрін жинап, сол ауылға барып өнер көрсететіміз. Сол кезде мен режиссер болам, ең сонда Нұған аға дәл байқауға бір 2 күн қалғанда өзімізше генеральный репетиция жасаймыз. Жаңағы спектакльдер қоямыз, концерт қоямыз. Сол кезде жаңағы генеральный репетицияны жасап болғаннан кейін артынан өз шығатта өздерінің енді кемшін тұстарын жаңағы кім қалай ойнады, соны шығып, енді ол кісі соғыс ардагері болғаннан кейін қолында таяғы болады. Бір аяғы кемшіндеу, енді ол кісінің барлығы да біледі осы халықтың. Мен енді бала жасымдан осы жездеміздің көп тәрбиесін көрген адамдардың бірімін. 8-9 класс оқып жүрген кездерімде бұл кісі Қараөзен ауылдық совет атқару комитетінің хатшысы болып жұмыс істеді. Сол кезде сайлау науқандары жүріп жатады. Сол сайлау науқандарының сайлаушылардың тізім жасайды. Сол тізімді жасауға, соны қайтадан көшіруге, соның барлығына мені жұмсап отыратын. Мені мына қызмет істеуге, мына төлқұжаттар, документтер толтыруға осы кісі бала жасынан бастап бейімдей бастады. Нығмет Әбдікәрімұлының әкесіне жалған жала жабылып, абақтыға қамалған айта кеткен жөн. Нығмет Әбдікәрімұлы 1942 жылы соғысқа аттанған уақытта бара жатқан жолдың бекетінде әкесімен жолығуға мүмкіндік алады. Әбдікәрім Смағұлұлын Семейдегі тергеуден Қайнар ауылына бара жатқан сәтте әке мен баланың кездесуіне рұқсат берілгенімен сөйлесулеріне тыйым салынған. Дәл осы сәт Нығмет атамыз үшін ауыр соққы болды. Өйткені сол бекеттен әкесімен үнсіз қоштасты дейді ұрпақтары. 1942 жылы қараша айында атамыз соғысқа аттанады. Бірақ енді ол жылы сол соғыстан аттанарда ол кісіні қабылдамай бір айдан кейін шегереді, қараша айында деп айттым. Содан бұл кісінің жолда Семейге ол кезде 7 күндік жол, Семейге жету үшін. Сол бұл ортада бір бекетте тоқтап отырған кезде бұл кісі әкесімен жолығады. Әкесін жаңа халық жауы деп ұстап әкеткеннен кейін Семейден тергеуден Қайнарға келе жатады. Екеуі сол жерде жолығып, енді әкесінің сұрауы бойынша екен сол жердегі милиция қызметкерлерінің, НКВД қызметкерлерінің берген мүмкіншілігі екен екеуіне бір түнеуіне мүмкіншілік береді. Сол түні атамыз әрине өміріндегі бір естен кетпес қиын жағдай болса керек, екеуі бір түні бірге түнеп әкесімен соңғы рет жолыққан күн екен сол. Бірақ екеуіне сол күні бір-бірімен сөйлесуге, кім қайда бара жатыр, не үшін әкесі сотталып бара жатыр, оны сұрауға шектеу қойған екен. Осы оқиғадан кейін екеуі екі жаққа айырылады, бірі соғысқа кетеді, бірі одан кейін жаңа 1942 жылы сотталады, 8 желтоқсанда. Енді бір қызығы әкесі мен ұлының осы жағдайдағы. Екеуінің ұлының жараланған күні 43 жылдың 13 маусымы. Әкесінің қайтыс болған күні жаңа Шымкент түрмесінде 13 маусым күні бір күнге келіп тұр. Осы бірге сәйкестіктер әдейі адам өміріндегі жағдайдың ауыртпалығын көрсетеді. Нығмет атаның ерліктері ұрпақтарының және қазақ елінің мәңгі жадында. Қолына қару алып, майданға аттанған жауынгерлердің мақсат тілегі бірі болды. Елі мен жерін жаудан қорғау, отан үшін отқа түсу еді. Биыл сұрапыл соғыстың қолы жеңіспен аяқталғанына 79 жыл. Бейбіт өмір сыйлаған майдангерлер мен тыл еңбеккерлерінің ерлігі мен қайсарлығы ешқашан ұмытылмайды дейді бүгінгі ұрпақ.